әнші Қайрат Нұртастың анасы өз оқырманына «Сен ешектің, иттің баласысың ба?» деген қарсы сұрақ қойды. Не себепті Гүлзира Айдарбекова оқырманына осыншама ауыр сөз айтты? Себебі кейбір оқырмандары Қайрат Нұртасты анасының баласы, шешесінің баласы деген сияқты сөздермен үнемі комментарий жазатын еді. Продюсері, яғни анасы, осы сөзден әбден шаршаған-ау. Өзінің оқырманына «Сен ешектің, иттің баласысың ба?» деген қарсы сұрақ қойды. Кез келген ана баласын қорғайды. Егер баланың таланты болса, бастап жатқан жұмысы болса, неге анасы баласын қорғамасқа? Неге қолдамасқа? Үнемі қолдап жүрген, үнемі қолдау көрсетіп демеп жүрген баласын ел жұрт осыншама сөздер айтатын болса, әрине осындай сөз ананың аузынан шығатыны сөзсіз. Егер менің оқырмандарымның ішінде анасының баласына осындай сөздер айтатын болса, сіздер балаларыңызды қалай қорғар едіңіздер? Неше жылдан бері осы сөздер айтылып та жазылып та жүр. Міне бір күні ақыры оқырманның біреуі осындай қарсы сұрақ алды. Мен өз басым мұны қолдаймын, дұрыс деп бағалаймын. Себебі оқырман өзінің айтқан сөзіне жауап беру керек. Ал сіздер балаларыңызды қалай қорғайсыздар? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.